Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін екінші сабақты өтетін боламыз. Жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін колокольчик батырмасын басып, біздің арнамызға жазылып алыңыз. Байлығым байтақ елім, ауызша және жазбаша сөйлеу. Сызба арқылы мәтіннің мазмұнын болжауды, өз ойымды дәлелдеуді үйренемін. 6-шы жаттығу: сызба арқылы тыңдайтын өлеңнің не туралы екенін болжап көр. 3 бақытым, халқым, тілім, отаным. Өлеңнің не туралы екенін қалай анықтадың? Өлеңді мұқият тыңда. Өлең 3 бақытым деп аталады. Яғни халқы, тілі және отаны туралы айтылған. 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім, кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем, оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндірейік. Мұқият, ұқыпты, тыңғылықты, тиянақты қарау. Нарқы, құны, бағасы. Түңілу, өмірден шаршау, қайғыру, күйзелу. 7-ші жаттығу: өлеңнің екінші шумағын жатқа жаз. Сөйлеудің қай түрін қолданасын? Өлеңдегі тілім дедім сөзінің мағынасы: жұмсарттым, жібіттім, кестім. Қайсысы деп ойлайсың? Тілім дедім сөзінің мағынасы кестім дегенді білдіреді. Бұл жерде сөйлеудің жазбаша түрі қолданылған, себебі тыныс белгілері қоюлы тұр. 8-ші жаттығу: мақал-мәтелдерді оқы. Олардың мағынасын бір-біріңе түсіндіріп көріңдер. 1. Жақсы сөз жарым ырыс. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Айтылған сөз атылған оқ. Өз білмегеніңді кісіден сұра, үлкен жоқ болса кішіден сұра. Біліп тұрсаң да сұрап ал. Жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз. Жақсы сөз жарым ырыс дегеніміз, жақсы сөз арқылы жаны ауырған адамға көмек беруге болады дегені. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді дегеніміз, ойланбай артық сөз айтатын болсақ, етке деген таяқтан да қатты әсер беруі мүмкін дегені. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дегеніміз, артық сөз өзіңе жамандық болып қайта келеді дегені. Айтылған сөз атылған оқ дегеніміз, айтылған сөзді қайтара алмайсың дегені. Өз білмегеніңді кісіден сұра, үлкен жоқ болса кішіден сұра дегеніміз, адам барлық нәрсені білуі мүмкін емес. Әр істің өз маманы бар, сол маманның көмегін ал дегені. Біліп тұрсаң да сұрап ал дегеніміз, кез келген істі бастарда білетін адамнан кеңес алсаңыз, оңай жолын айтып беретін болады. Жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз дегеніміз, бос уақытта жетістікке жеткен адамдар туралы кітап оқысаңыз, көп мүмкіндіктерді көруге болады, әрі ой өрісіңіз кеңейеді. Жазбаша сөйлеу туралы айтылған мәтелді анықта, оны көркем жаз. Жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз жазбаша сөйлеу мәтеліне жатады. 9-шы жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көкшегіне. Екі нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге, сөз күйдірсе күйгені, көңілмен тіл көркіңде. Өлеңдегі сөз қуаты, тіркесі қандай мағына беретінін анықта. Әдемі сөз, дұрыс сөйлеу, сөздің күші. Таңдауының дұрыс екендігін дәлелде. Өлеңдегі сөз қуаты тіркесінің мағынасы сөздің күші дегенді білдіреді. Себебі жақсы сөз айтсаң, сенің мәртебең өсіп, бір әдемі күй кешесін, көңілің көтеріледі. Ал жаман сөз айтсаң, көңіл күйің болмай, ашуланып, мазасызданасың. 10-шы жаттығу: мәтінді оқы. Еркебай әжесіне не деді? Әжесі немересіне не деп жауап берді?
Бірде Еркебай күні бойы ойнап, сабағына дайындалмастан ұйықтап қалды. Таңертең әлденені сылтауратып, мектепке барғысы келмей жүріп алды. Мұны әжесі байқады да киімін кие бастады. «Әже, сіз қайда барасыз?» деді Еркебай. «Мектепке». «Онда не істейсіз, әже?» «Сенің орныңа оқып келемін». Еркебай қатты ұялды. «Әже, әжетай, бармай-ақ қойыңызшы, өзім барамын». Сол күннен кейін Еркебайдың сабағы жөнделе бастады. Күні бойы ойнағанды қойды. Әжесінің рұқсатымен біраз ойнап келеді де сабағына кіріседі. Еркебай әжесіне не деді? Әжесінің қайда бара жатырғандығын сұрады. Әжесі не деп жауап берді? Әжесі Еркебайдың орнына сабақ оқуға мектепке бара жатырғандығын айтты. Еркебайдың өзгеруіне не әсер етті? Әжесінің сөзі ме, әлде әжесінің әрекеті ме? Бұл жерде әжесінің сөзі үлкен әсер еткен екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналымыз пайдалы болған болса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеоларды бірінші болып көресіздер.